Бүгін біз 2017 жылы жарық көрген Семейка Бигфут, яғни Бигфут отбасы деген мультикке қысқаша шолу жасаймыз. Ал сендер лайк пен пікірді патырлатпасаңдар. Ал ендеше бастаймыз. Киноның басы Хагерсон деген дәрігерді біреулердің қууымен басталады. Амал қылмаған доктор Хагерсон сарқырама секіруді шешеді. Қуғыншылар Уэллс деген шаш жасайтын компанияның адамдары екен. Ал үйде доктор Хагерсонды баласы мен әйелі күтуде. Бірақ осы оқиғадан кейін Хагерсонды әйелі мен баласы мүлде көрмеді. 12 жыл өткен соң баланың аты Адам, бірақ оны басқа сыныптастары сағыз жабыстырып мазақ қылады екен. Кейін мұғалім мазақ қылған Тони деген баланы директорға жібереді. Жолда ол оған таяқ жейсін деп кетіп қалды. Туалетте ол шашынан сағыз ала алмай шындағаннан аяқтары өсіп кроссовкасын жыртады. Бірақ ол оны туалетный помадамен жамап коридорда жүріп бара жатады. Кенет оның құлағы қатты естіп, басқа адамдардың өздері туралы жаман ойлайтынын түсінеді. Тек оған Эмма жақсы қарайды. Бірақ Адам жолдан Тониға кезігеді. Одан қашып ол спортзалға келді. Спортзалда Тони оның сумкасымен баскетбол ойнайды. Үйге келген соң анасы не болғанын сұрайды. Бірақ Адам құлап қалдым деп айта салады. Кейін шашын қиып ұйқыға кіріседі. Бірақ тұрса шашы маймылдікіндей өсіп кеткен. Қайта шашын қиып басына кепка киіп сабаққа жөнеледі. Анасы басындағы кепка 12 жыл бұрын қайтыс болған әкесінің екенін айтады. Алдында Уэллс өзінің инвесторларына телефондарын тапсырғызып зертхананы көрсетеді. Бірақ эксперимент сәтсіз болды. Директор Тони мен оның достарының сабақтан қуылғанын айтады. Кейін Адамның да қуылғанын білеміз. Үйіне қайтып бара жатып Тониға кезігеді. Тони Адамның кепкасын тартып алады. Бірақ ол әкесінікі болған соң кепканы өзіне қайтарады да қашады. Жолда ол бір жерге тіреліп ұсталады. Аяқтарының арқасында үйіне қашады. Тони оның терезесін сындырып кетіп қалды. Терезені сындырған тас есікке түседі. Есікті қараса белгісіз біреуден хаттар. Кешке анасы келгенде бұл кімнен екенін түсіндіріп сұрайды. Анасы сенің әкең тірі, осыдан басқа ештеңе айта алмаймын дейді. Кейін Адам хатта жазылған мекенжайға бармақ болады. Жолдан жүк көлігіне попутка ұстап отырады. Таңертең анасы үйде ешкім жоқ екенін көріп абдырап қалды. Адам мекенжайға жеткенде ешкім болмады. Кейін ол қасындағы орманды зерттеп жүріп, пошта жәшігін ашады. Бірақ ондағы хатты тиын алып қашып кетеді. Адам артынан еріп табиғаттың әсемдігін көреді. Кейін артынан біреу өткенде оны жинекен деп қашады. Қашып бара жатып алдын ала құрылған қақпанға түсіп жүк көлігінің астында қала жаздады. Бірақ оны белгісіз біреу құтқарды. Ал Адамды қағып кете жаздаған жүргізуші Уэллске айтады. Ал Уэллс өз кезегінде осы жерді зерттеуге өз агенттерін жібереді. Кейін сөмкені табады. Сөмке Адамға тиесілі екенін біліп Адамға барады. Бірақ үйде ешкім жоқ. Өйткені әйелі күйеуіне кеткен. Адам оянғанда алдынан Бигфутты көріп шошып кетеді. Бірақ кейін Бигфут өзінің әкесі екенін айтады. Басында Адам сенбеді. Кейін суреттерді көрсетіп сендіреді. Өзінің қашып жүргендегі мақсаты Уэллс ұстап алса оған эксперименттер жүргізетінін айтады. Кейін баласы ертең менің де жүндерім сенікіндей өсе ма дейді. Бірақ ол 13-те және ода үстінде жүн жоқ. Бірақ ол оның аяғында. Шашы тез өседі. Құлағы қатты естиді. Соған қарағанда ол әкесінің жақсы жақтарын алған. Соның арқасында ол аяғын оңай емдеген. Баланы өзінің қабілеттерін толық түсіну үшін оны орманға апаруды ұйғарады. Бірге олар жанатты іннен шығарып алып, аюдың жанынан өтеді. Осы кезде Адамның аяғы өсіп, құлағы қатты естіп кетеді. Бірақ Адам бұны қалай басқару керегін білмеді. Сол үшін әкесі оған бір дыбысқа көңіл бөлуді үйретеді және үлкен аяқпен қатты жүгіруге болатынын айтады. Кейін әкесі Адамға Бигфуттарда жануарлар түсіну қабілеті бар екенін айтады. Ол келген тоқылдақ түсініп, жанаттың әйелімен ұрысын естиді. Артынан бір аю атып шығып ақыра кетеді. Сөйтсе бұл әкесінің досы екен. Ақтиын келіп орманға аңшылардың келгенін ескертеді. Бәрі сонда жүгіріп, Ақтиын олардың оқтарын шөппен жасалған оққа ұстырады. Артынан аю шығып оларды қорқытады. Жігіттер аюды атқанда, аю өлгендей кейіп танытады. Өлтірдік деп ойлап селфи жасайды. Аю атып тұрып зомби сияқты қорқытады. Жігіттер енді бұл орманға аяқ баспайды. Әкесі мен баласы жүгіріп көлге түсіп, гитара тартып отырады. Баласы әкесінен неге үйден кеткенін сұрайды. Әкесі өзіне қауіп төндіретінін айтады. Студент кезінде денесінің түк басуын зерттеген екен. Кейін ол өзінің мутациясын анықтаған. Уэллс келіп оған серіктес болуды сұраған, бірақ ол келіспеген. Сол үшін оның үйін қопарып тастаған. Адамда да осындай күш бар екенін олар білмеген. Сол үшін оған тиіспеді.
Сол кезде Жанат мамасын алып кеткен және Уэллстің адамдары орманға басып кіргенін айтады. Адам олардың алдына жүгіріп, мамасының қасына барғысы келетінін айтады. Мамасына әкесінің түрмеде жасырылғанын айтады. Бірақ оны Уэллс естіп, сонда адамдарын жібереді. Бірақ бұл алдын ала құрылған тұзақ екен. Уэллс шынданып, Адамды машинаға отырғызып, өртенген орманға итереді. Әкесі келіп, машинаның шатырын жұлып алады. Арқасына ұйықтататын дәрі тиіп, оны тікұшақпен алып кетеді. Ал баланы аю құтқарды. Адам оянғанда жануарлар бұған Адамды кінәлап, онымен қоштасады. Адам кешірім сұрап, өзінің әкесін құтқаратын жоспары бар екенін айтады. Ең бірінші болып Ақтен келіседі. Артынан барлық әкесін құтқаруға кіріседі. Уэллс әкесіне талап қояды. Егер өзін эксперимент жүргізуге келіссе, отбасы көп ақша алады. Ал келіспесе, отбасына үлкен қиындықтар туғызады. Отбасының қауіпсіздігін ойлаған ол келіседі. Адам соңғы болып кеткен машинаның үстіне отырып, әкесіне жол тартады. Жолда тоқылдақ масамен қарын тойдырды. Әкесінің ДНК-сы арқылы шашы өспей жүрген біреуге шашы өсіреді. Адам әкесінің алыста екенін сезді. Тоқылдақ камераларды сындырды. Жанат терезені сындырды. Ал аю бақылау камерасына басып кірді. Басқа да күзетшілерге таяқ жегіздірді. Бірақ олар ұсталып қалды. Аю келіп құтқарып алып кетеді. Арттарынан келген көп күзетшіні бөгеу үшін аю қалды. Адам өз әкесін құтқаруға жалғыз кетеді. Аюға көптеген ұйықтататын дәрі тиіп ұсталды. Адам әкесін тапқанда әкесі бармайтынын жеткізеді. Артынан күзетшілер келіп Адам ұсталады. Бала өрт сөндіру кнопкасын басып құтылды. Күзетшілер өрт болды деп сыртқа қарай қашады. Жолдан күзетшілердің біреуі Уэллсті де алып кетеді. Барлығын босатып әкесіне келгенде әкесі кетпейтінін айтады. Адам егер қашпасаң менің де Бигфут екенімді Уэллске айтамын дейді. Сонда әкесі жарайды деп келіседі. Анасының үйінде үлкен шаштарды көріп, баласының да Бигфут екенін айтады. Адам мен әкесі ғимаратты жару үшін газдарды ашып кетіп бара жатады. Алдарынан Уэллс шығып, әкесін ұйықтатып, төмен лақтырады. Адам жынданып от тапаншасымен атып, ғимаратты жарды. Ғимарат жарылғанда Уэллс астында қалды. Әкесі қатты жараланған екен. Оны емдеу үшін өзінің Бигфут қасиетін қолданады. Солай әкесі аман қалды. Осында жануарлар достары келіп, мультик аяқталмайды. Қалай екені белгісіз Уэллс тірі қалыпты. Бірақ оны анасы ұйықтатады. Жанат Уэллстің шашын киіп, базорын шығарады. Уэллс түрмеге қамалды. Жануар достары енді үйде тұрады. Жанаттың қыздары бар. Мектепке кетерде Тони тиіседі. Артынан аю шығып тыштырады. Тони енді Адамға тиіспейтін болды. Жанаттың қыздары велосипедтің болтын босатқан екен. Сол үшін олар құлайды. Жолдан Эмма кезігеді. Адамның ұялғаннан аяғы өсіп кетеді. Эмма оның басқалардан өзгеше екенін және оған ұнайтынын айтып екеуі кетеді. Осылай мультик аяқталды. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Келесіде Бигфуттың екінші частын түсінетін боламын. Ендеше сау болыңыздар.